өзіңізді стадионда футбол матчын тамашалап отырғанда елестетіңіз, және жаныңызда жағымсыз жігіт отыр. Ол шулап, айқайлап отыр, және өз сусынын сіздің үстіңізге байқамай төгіп алды. Тіпті сіз жанкүйер болып отырған команданы мазақ етіп отыр. Келесі күні сіз паркте кетіп бара жатырсыз. Кенеттен жаңбыр құйып сала берді. Кім сізге қол шатыр бере алатын еді? Кешегі стадиондағы жағымсыз жігіт. Ал сіздің оған деген көзқарасыңыз осы екінші кездесуден кейін өзгерер ме еді? Әлде сіз алғашқы әсеріңізге жүгініп, қолшатырдан бас тартар ма едіңіз? Әлеуметтік психологиядағы зерттеулердің нәтижесі бойынша біз бейтаныс адам туралы тұрақты әсерді оның мінез-құлқына байланысты қалыптастырады екенбіз. Біз тұрақты әсерді көп ойланбастан, бір әрекеттен, мысалы дөрекі сөзден, немесе ебедейсіз қимыл арқылы бірден қалыптастырамыз. Біз адам туралы жиналған әсерлер мен ақпараттарды негізге ала отырып, болашақта адамдардың қалай әрекет ететінін болжай аламыз. Мысалы, футбол матчындағы жігітпен бірінші кездесуден соң түйген ойларды басшылыққа ала отырып, сіз болашақта одан тағы да осы типтегі ерсі әрекеттер күтуіңіз мүмкін. Олай болса, сіз оны келесі жолы көрген кезде кездесуден қашқақтауыңыз мүмкін. Алайда біз өз әсерімізді жаңа кездесуден алынған ақпарат арқылы өзгерте аламыз. Мінез-құлық зерттеушілері алғашқы әсерді жаңарту процесін басқаратын дәйекті заңдылықтарды анықтады. Бір жағынан, әдетте, біреу туралы өте жағымсыз ақпаратты қабылдау, өте жағымды, жоғары моральдық ақпаратты қабылдағанға қарағанда біздің санамызға күштірек әсер етеді. Өкінішке орай, адам туралы әсер қалыптастыруда футбол матчындағы жаңа досымыз үшін оның стадиондағы ерсі әрекеттері оның парктегі адамгершілігіне қарағанда үлкен әсер етуі мүмкін. Зерттеулер көрсеткендей, әдепсіз мінез-құлықты аңғару оңай болғандықтан және ол адамның табиғи мінезінің бірден-бір көрсеткіші болғандықтан, осындай шалыс пікір пайда болады. Сонымен осы логика бойынша адам туралы ойды өзгертуде жағымсыз пікір әрқашан жағымды пікірден маңыздырақ болып тұр. Дегенмен бұл үрдіс үнемі орын ала бермейді. Адам туралы зерттеулердің кейбір түрлері мұндай шалыс, теріс пікірге әкелмейтін сияқты. Мысалы, біз басқа адамның қабілеттері мен құзыреттері туралы білгенде, бұл теріс пікір өзгереді. Яғни адам туралы жағымды ақпарат жағымсыз әсерлерден салмақтырақ бола алады. Жоғарыда айтылған футбол матчына қайта оралайық. Егер футболшы гол соқса, бұл сіздің оның шеберлігі туралы әсеріңізге оның мүмкіндікті мүлт жіберіп алғанынан гөрі күшті әсер етеді. Сайып келгенде, оқиғада адам туралы әсердің өзгерісінің екі жағы да бір-бірімен сәйкес келеді. Жалпы алғанда, сирек кездесетін мінез-құлық, мысалы азғындық істер немесе адамгершілікке тән әрекеттер, адам туралы әсердің қалыптасуы мен жаңаруында үлкен рөл атқарады. Сонымен біз өз әсерімізді жаңартқан кезде ми деңгейінде не болады? Функционалды магниттік резонанстық бейнені қолдана отырып, зерттеушілер бастапқы әсерлерге сәйкес келмейтін, жаңа ақпаратқа жауап беретін ми аймақтарының кеңейтілген желісін анықтады. Оған әдетте әлеуметтік таным, зейін және танымдық бақылаумен байланысты аймақтар жатады. Сонымен қатар адамдардың мінез-құлқына негізделген әсерлерді жаңарту кезінде қарыншалық алдын ала кортекс пен жоғарғы уақытша бароздың белсенділігі мұндай мінез-құлықтың күнделікті өмірде қаншалықты жиі кездесетінін қабылдаумен байланысты болады екен. Басқаша айтқанда, ми басқа адамдардың мінез-құлқына қатысты күрделі шешімдер қабылдау кезінде мінез-құлықтың төмен деңгейлі статистикалық қасиеттерін қадағалайтын сияқты. Яғни жасалған әрекет адамның мінез-құлқына тән немесе әдеттен ерекше екенін анықтайды. Сіз үшін стадиондағы жағымсыз футбол фанатынан қайырымды самаритянинге айналған адамның жағдайында сіздің миыңыз: менің тәжірибем бойынша барлығы дерлік біреуге қолшатырын береді, бірақ бұл жігіттің футбол матчында өзін қалай ұстағаны ерекше болды, деп тұжырымдайды. Сонымен сіз алғашқы әсеріңізді жөндеп табасыз. Бұл деректерде жақсы мораль бар. Сіздің миыңыз тіпті кең мағынада сіз адамның өте жағымсыз ерсі әрекеттері туралы оның өте жағымды адамгершілікке тән әрекеттермен салыстырғанда көбірек ойлайтын шығарсыз. Бірақ бұл жаман істердің салыстырмалы түрде сирек кездесуінің тікелей нәтижесі. Біз көбіне жақсы адамдарға, мысалы, мұқтаж бейтаныс адамға көмектесуге уақыт бөлуге дағдыланғанбыз. Бұл тұрғыда тек жақсы нәрсе көп болғандықтан, жаман жақсыдан күшті болуы мүмкін. Біреуді олардың мінез-құлқы бойынша соңғы рет қашан бағалағаныңыз туралы ойлаңыз. Әсіресе сіз біреу туралы шынымен де ойыңызды өзгерткен кезде еске түсіріңіз. Сіздің сол адам туралы әсеріңізді өзгертуге ықпал еткен, сіз сол адамнан күткен әрекет болды ма? Әлде бұл әдеттен ерекше жағдай болды ма? Ойларыңызды комментарийде қалдырыңыз. IQ-дің жаңа бөлімдерінде көріскенше.